20 жыл бұрын педофилия ең қорқынышты қылмыс болды. Ал бүгін батыс медиада оларды стигматизациялайық деген мақалалар шығуда. Не болып жатыр сонда? Бұл Авертон терезесі деп аталады. Американдық социолог Джозеф Авертон ашқан болатын. Кез келген идея, тіпті ең қорқынышты 6 қадамды пайдалана отырып қалыпты етуге болады. Бірінші, ойға мүлдем келмейтін адамдардың барлығы қарсы. Екінші, радикалды ғалымдар бұл туралы зерттей бастайды. Табу әлсірейді. Үшінші, қабылдауға болатын түрлі пікірлер бар ғой деп басталады. Төртінші, артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылай бастайды. Бесінші, танымал бола бастайды. Медиада, кинода, әндерде пайда бола бастайды. Неде ең соңғы 6-шы қадам саясат. Заңға енеді, қабылданады. Мысалы, зорлық-зомбылық. Біз оны медиада қайта-қайта көріп, тіпті көзіміз үйреніп барады. Бұрындары бір жаңалық естісек, біз оған шок болсақ, қазір сондай жаңалықтың 10 естіген кезде жай ғана өтіп кетеміз. Бұл десенсибилизация. Миыңыз өзін қорғау үшін сезінбей бастайды. Бұл сонда қалай жұмыс жасайды? Қайталау арқылы. Біз бір нәрсені қайта-қайта көзімізбен көрген сайын, ол бізге жаймен қалыпты бола бастайды. Бұл кездейсоқтық емес, бұл технология, санаңызды басқарудың бір әдісі. Бірінші қорғану қадамы бұл мойындау. Егер сезсеңіз бір нәрсенің дұрыс емес екенін, өзіңізге сеніңіз. Дәл қазір ойлаңыз, не нәрсе сізге қалыпты болып көрінеді бүгінгі таңда? Және де сол нәрсе 20 жыл бұрын қалыпты ма еді? Парақшаға подписка жасап кетіңіз, осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.